Barchangizga salom, Jabatu. Barchangizga salom. Barchangizga salom. Biz bugun Konyadan Alaniyaga bара жатырмыз. Birinchi rет. Осы вакытка дейин Аланияда болгон жокпуз. Тек гана папамыз болгон Аланияда. Бүгүн мамамыз, папамыз, Эрген, биздин Батош, мен бесөөбүз Аланияга бара жатырмыз. Сиздермен бир кичигирим видео репортаж болсун деп, азыр 2 сааттай жол жүрдүк, келип токтадык. Мына жерде мына кафе бар. Сол кафенин жанында токтап, дем алып турмуз. Азыр ары карата жол жүрөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Біз отбасымызбен Аланияда 3 күн қалатын болғандықтан отель жалдадық. Бұл апарт-отель, яғни үй секілді, яғни апартмент секілді, бірақ отель. Көріп отырғандарыңызда 2 бөлмелі үй, кухня студиясы бар. Және де бұл отель болған соң өзіндік отельдік сервисі бар. Мінекей астыңғы жақта бізде көріп отырғандарыңызда бассейн бар. Өте жайлы сондай апарт-отель. Bir күнге қалу 1750 лира да құны, шамамен теңгемен алғанда бір 30 мыңның көлемі бір күнге. Біздің отбасымызға бұл өте ыңғайлы келді. Мінекей совмещенный, яғни кухня студиясы бар. Ата-енемнен сұрадым, қай жақта жатқыңыз келеді деп. Олар айтты, мына кішкентай бөлмеде кондиционер бар, бізге әрде қайда ыңғайлы деген соң осы жерге жайғастырдық папа-маманы. Енді өзімізде осы гостевайда қалдық. Бұл отель бізге бағасы жағынан да, жалпы тазалығы жағынан да ұнады деп айтсақ болады. Біз жалдаған апарт-отель дәл Аланияның орталығында орналасқан. Сол үшін де барлық баратын жерімізге біз жаяу бардық десек болады, яғни машинаны мүлдем қолданбадық. Кереметте осы Түркияда жалпы атақты болып келетін осы Клеопатра пляжы да осы Аланияда орналасқан. Ең ұзын және де ең әдемі, ең таза пляждардың бірі осы Клеопатра пляжы дәл қасымызда болды. Сол үшін де келіп осы жерде суға түстік. Жалпы тағы да бірнеше пляждар бар, Дамлатаж және басқа да сол жерлерде суға түстік. Неге Клеопатра деген атау берді десеңіздер, кезінде бір аңыз әңгімелерге орай Марк Антоний осы жерді кезінде өзінің ғашығы Клеопатраға арнап сыйлаған екен. Сол үшін бұл пляждың атауына Клеопатра пляжы берілген. Және де мінекей көріп отырсыңыздар, мұнда әртүрлі су спорт түрлеріне қатысқыңыз келсе, осындай бағада қатысуға болады. Көңіл көтеру үшін.
пляждан шыға берісте аяғымызды жуып тұрған кезде басыма дөңк етіп бір нәрсе тиді. Өзі ап-ауыр болып қарасам, мына гүл екен. Шынымен ап-ауыр екен. Жоғары жағына қарасам, банан өсіп тұр екен. Жалпы Аланияда, жалпы Анталияда деп айтайын, осы банан көптеп өсіріледі. Және де осы жаққа келсеңіздер, міндетті түрде толтырып банан алып кетіңіздер, өте дәмді. Осы судан шығып, қазір енді түскі асымызды жейін деп шықтық. Бірақ жолда келе жатқанда біздің Батубей шаршап ұйықтап қалды. Сол үшін де біз бірден үйімізге қайтып, тамақтарымызды үйге заказбен алдырдық. Мен өзіме осындай тауықтан кәуап алдырдым. Еркен де өзіне еттен кәуап алды. Мама папамыз лахмаджун жейміз деген соң, оларға бөлек 2 пакетпен лахмаджун алдырдық. Одан бөлек сорпа алдық. Яғни бір тойдыратындай тағам алдырдық. Күннің батысында теңізде қарсы алдық, және де су жып-жылы болып тұрды. Жалпы Аланиядағы осы тамыз айындағы ауа райы ондай қатты ыстық емес. Күндіз максималды түрде 29-30 градус болды. Суда жып-жылы, сондай денеге жағымды десек болады. Kur'an mı okuyor kardeş? Келесі күні ұйқыдан ертемен тұрып, таңғы асымызды ішіп, отбасымызбен Аланияға қыдыруға шықтық, тарихи жерлерін көрейік деп. Осы жаяу жүргенде біздің апарт-отельге жақын жерде орналасқан Алания Телеферик деген бұл канатный дорога. Осы канатный дорогамен қазір Алания бекінісіне көтерілеміз. Шамамен 10 минут уақытта көтеріледі. Алматыда осы Көктөбеге канатный дорогамен көтеріліп жатқан кездегі есіме түсіп кетті. Бірақ әрине астыңғы жақта көрініс бөлек. Бұл жерде теңіз көрінеді жоғарыдан, таулар өте әдемі. Және де бұл канатный дорога таңертең сағат 9:30-нан бастап жұмыс істейді. Біз ең бірінші потокқа бірден мініп, қазір ертемен бара жатырмыз. Енді осы канатный дорогадан түскеннен кейін бекініске бара жатқан жолда осындай әдемі көрініс бар. Бұл қала барлығы Алания. Аланияның осыншалықты үлкен қала болғандығын ойламаппын. Міне қараңыздар, ата-енем қол ұстасып кереметтей романтикалық көрініс көрсетіп жатыр. Біздер де жаяу көтеріліп жатырмыз мына бекініске. Міне бекіністен жоғарыда осындай әдемі көрініс. Бұл бекіністің қысқаша тарихы туралы айтсам, бұл бекініс 13 ғасырда салынған. Бұны Сельджукская империяның басшысы Аледин Кейкубат салдырған болатын. 13 ғасырда, шамамен 1226 жылы. Бірақ бұл бекініс салынбастан бұрын да бұл жерде негізінен ежелден римдіктердің, византиялықтардың салып кеткен шіркеулері, тағы да басқа отырған ежелгі орындарының қалдықтары қалған. Соның барлығы осындай ашық аспандағы музейге айналдырылып, туристерге ұсынылып отыр.
Аланияға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осындай тарихи жерлерге келіңіздер, көріңіздер. Шынымен де атмосферасы бөлек. Және де біз қайтып бара жатырмыз қалаға. Қайтып бара жатқан кезде осы жолда әртүрлі осындай дүкендер көп. Және де біз осындай канатная дорогаға отырып қайтып бара жатырмыз. Жолда Батуштың түрінен көрініп тұр, ұйықтап бара жатқандығы. Біз соны пайдаланып түскеннен кейін Батушты бірден үйге атасы мен әжесімен қалдырып, өзіміз ары қарата қыдыруға кеттік. Сөйтіп Батубидің әжесі мен атасы демалып қалды үйде, Батубиде ұйықтап жатыр. Біз Ерген екеуміз осы археологиялық музейге келдік. Бұл да дәл ортасында орналасқан Аланияның. Кіру құны 75 лира тұрады. Және де бұл археологиялық музей атау айтып тұрғанда ежелден қалған осы археологиялық артефактілер, яғни кезінде бұл жерлерде білесіздер, византиялықтар, римдіктер өмір сүрген, солардан қалған осындай тарихи мұралар барлығы сақталған. Соны асықпай көріп шықтық. Музейден шыққан соң, музейға жақын жерде Дамлаташ мағарасы деп аталатын осындай тарихи бір үңгір орналасқан. Бұл үңгірді ғалымдар 20 ғасырдың ортасында тапқан екен. Бұл да бір табиғаттың жаратылысы, өте бір әдемі, кереметтей жер. Ерекше, бір жағынан қорқынышты, бір жағынан әдемі, өзіндік ерекшеліктері бар. Сондай бір өте әдемі үңгір. Соған кіріп, атмосферасын сезініп көрдік. Сізге егер Аланияда болсаңыздар, міндетті түрде кіріңіздер. Кіру бағасы 30 лира. Яғни жалпы Аланияда қыдыру кезінде осындай тарихи жерлерге кіру, немесе осындай әдемі музейлерге кіру жалпы қымбат емес, көріп отырғандарыңыздай. Ерген екеуміз осы музейлерден келсек, баламыз ояныпты. Сөйтіп баламызды алып, ата-анамызды алып, түскі ас ішуге шықтық. Жалпы Аланияда туристер көп болғандықтан әртүрлі кафе, ресторандар өте көп. Ресторандарда енді бір толыққанды тамақ ішіп шығу құны бір адам басына шот шамамен 400 лираға шығады, яғни бір 7-8 мыңнан басталады десек болады жақсы ресторандарда. Енді мінекей біз қайтып пляжға келдік. Одан бұрын айтуға ұмытып кеттім. Пляжда осы шезлонг және де жататын осы зонт, соны алу үшін әрбіреуінің құны 60 лира шамамен. Бұл теңгемен шамамен 1000 теңгенің көлемі. Және де одан бөлек қарап отырсаңыздар, құмы өте сондай жағымды, осы аяққа, қолға қатты жабыспайды. Сондай кереметте пляжының құмы бар. Осы пляжның сол құмының ерекшелігі десек болады. Клеопатра пляжы, Дамлаташ пляжы, басқа да осы Аланияның барлық пляждары осындай әдемі, суы таза десем болады. Және соңғы кететін 3-ші күні біздер обедкі уақытқа дейін осы пляжда уақытымызды өткіздік. Барынша осы теңіз суына шомылып, күннің витаминін алып, осылайша керемет уақыт өткіздік. Содан соң түстен кейін жолға шықтық. Сағат 2-лерде шамамен жолда шыққанда міндетті түрде толтырып
банан сатып алдық, өйткені Алания, Анталияда айтқандай банан өте көп өсіріледі және де өте дәмді. Осы жақтың банандары мінекей жолда көріп тұрғандарыңыздай толып тұр. Сонымен видеом соңына келіп жетті. Видео ұнаған болса лайктарыңызды аямай қоя кетіңіздер. Каналыма жазылып қойыңыздар. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.